Қыздар, қалайсыңдар? Сендер үшеуін ғана отырсыңдар ма? Мен есім Алмас болады. Ойлап едім ғой, бір столовыйға барып, бір беляши жеп қойтамыз ба деп ше. Кеттік. Жүресіңдер ма? Иә, қайақта столовый бар. Мына жерде бір 70 теңгеден беля, баяғыда 60 теңге, 70 теңге болып кетті әнәсі. Енді май 80-ге көтеріп жүрген оды. Жүрсеңдерші, жеп қайынтай, атақ айлық түсті ғой, қарындарыз. Айлықтарың түсті ма? Кеттік па? Жүре қойшаңдаршы, айналып қойына кетейін. Жүріңдер жеп қойды. Сен не екенсің, е? Пранк па, қыздар? Пранк па, ар жақта камера түсіріп жатыр. Анда есі дұрыс емес деп ойлап қалмаңыздар. Е? Здравствуйте. Вам помочь? Просто я думал, вам сложно. Вы же девушки, я парень. 500 тенге, давайте я вам помогу. Ну ладно, 300. Ну ладно. Бір ретте қызық болды, короче, Айгүл бәрімізден де жүріп қалады. Сонымен кімдер келеді ғой? Мен паркте жүріп дедім, мен қой, өзім кете берейін десем, анау болмайды ғой. Сонымен қоя сал деймін, анау ішіп кеттіңіз баға соңғы кездері. Ішіп кеттіңіз сізде. Арақ сіздің түбіңізге жетеді ғой, көрдіңіз бе, ішпегеніңізде бүйтіп тұрмайтын емес. Ішпеңізші аға болды. Все, мен кете берейін ба? Все, давайте. Ішпеңізші аға. Вальс билейміз ба? Аға, кете берейін. Қалайсың, родной? Жалғыз өзің отырсың ба? Родной не жерде бір, короче, қыздармен танысқам ғой. Сол ойлап едім ғой, не жерде арзан-парзан бір беляши сияқты сататын кәпшіктер бар ма? Біле, қымбат қой, нәс. Паста дей ма, кірсең, мясақ бір бәлески дей ма, түсіме отырмын ғой, тамыр. Жаман біранда адамның миына кірмейтін тамақтар екен да. Өзіміздің қарапайым бір сосиска тестені әперсең дерзкі болмай ма, родной? Баяғы дюшес деген жоқ, қазір, родной, Буратино дегендер бар еді, біздің баяғы ауылда ойнап жүрген. Жоқ па, родной, бұндай арзан тамақ ішетін жер? Біле. Жарайды онда, родной. Аға, беліңіз ауырған жоқ па? Менде құйрықты май бар да, беліңізді жағы. Ауырса айтасқан жерде күтіп отырмын. Пацаны, ассаламу алейкум. Брат, можно играть? А мы уже надавались там играть, мы от них ушли только. Нет, я просто свой трек есть. Может, оцениваете? Только что. Просто один песню и все. Я недолго. Короче, я сам сочиняю треки, но как сочиняю? Ну, вы, в общем, смотрите. Такой необычный трек, название... Как он? Давай. Уже интрига, да, бля? Oh yeah. Слова есть вообще? Как бы? Слова есть вообще в них? Не, я бы же говорил, уже необычный трек. Ассаламу алейкум. Как вы? Узнали меня? Нет, не узнал. Я вас тоже. Этот, знаете, что напся? Что такое? Можно вас? Вы знаете, что такое напся? Нет. Комиссионер корт, мысалы, напсим құртылып Она тұр не да? казашка. Ну, это напси, когда видишь красивых девушек, твой напси портится, короче. И что? Твой голова, в общем, портится. В общем, думка агресс. Просто, да, қалың еніп кішкене жамылып жүрсің да, шынау. Мен сендерді көріп қалып, напсим құртып тұрмын да, қазір. Өз-өзім шыдай алмай. Бесполезных рассказов. Ну, давайте. Ай, напсалек так вот. Брат, ассаламу алейкум. Анау, ойынды білесің ба? Желание, правда и действие. Содан ұтылып қалдым да. Мен ше.
И, короче, достарыма задание берді, мына парктен любой адамды тауып ал да, типа. И андай оңай задание берген жоқ, короче. Мен қазір сені не істеуім керек, андай өлтіруім керек. Қалай? Білмеймін, соны шақпен ба, или қалай істесек болады. Ну, я даже не знаю. Өлтіре салайыншы, брат, просто аяқта жаңадан ұтылып қалмау керек болып тұр. Ну ладно, ультра девать и все. Не, брат, өлтіре салайын, қылқындырайын берейін, не? Давай. Песня нет. Вот, ты өлмейсің ғой сен. Бессмертный шан. Ой, басқа адам іздей берейін онда. Или сізді өлтірсем болады ма? Болады ма? Ну ладно, давай, брат, басқа адам іздей берейін. Жақсы, брат. Девушки, пожалуйста, пожалуйста. Напсалем құртып атсыңдар. Не ведитесь меня. Что? Ай, құдай, Алматыға кеп, нәпсімізді құртуымыз болды әйтеуір. Не сене бастар дальше? Бір минут тұра тұршы қазір. Ау? Все, онда мен сізге қазір хабарласам. Все, хорошо. Мен қазір бір 5-10 минуттан кейін звондаймын сізге. Аха, давай. Те болды жүре беріңіз, сөйлесіп алайыншы деген, просто жалғыз сөйлесуге қорқамын да. Достар, егер де видео ұнап жатса, обязательно лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнаға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Біз әрмен қарай жалғастырамыз, видеоны соңына дейін көріңіздер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алмаз. Очень приятно. Вы не хотите? Очень свежие усеки у меня есть. Что есть? Усек. Нет, я не хочу. Кто с кем, что делает, он чем занимается, как поднимался, кто, звездные усеки, бабушкины усеки, кушлерские, соседние. Не хотите, да? Ой, ладно. Не выйдете 100 тенге? У меня есть. Вам дать? Нет, не надо. Не надо? Не надо. Проезд у вас есть? У меня все есть. Все Спасибо хорошо. большое. Вам огромное спасибо. Удачного дня вам. И вам хорошего вечера. Пока. До свидания. Здравствуйте. Ой, пока. Опять здравствуйте. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Амира. Мен Талғат болады да? Таныспадық па қыздар? Денскім жақсы бір пивнушка барып. Таныспайсыңдар ма? Давай, родной. Ну, шығардым. Да. Можно вам говорить? Смешно, не смешно? Вы Мы говорите. оценим. Да. Короче, когда-то один пацан будет, и он с девчонками переписывается, и девушка совская в целом, очень красивая девушка, и потом в интернете, короче, и он пойдет, ждет девушку среди подъезда, и там выйдет огромный такой, черный такой, усастый такой, и привет говорит, а мальчик, ассаламу алейкум. И ты че, идиот что ли? Это я, Айка. И парень убежал. Да. Классно, да? А вы зачем не смеетесь? Или вы в масках я не видел, да? Да, я просто маску не узнала. В целом нормально, да? Я бүгін пісіруге келгенбіз ғой. Ой, әкеме сіздерге істейінші деп. Аткен не ма? Қызыңызды ақпасам бола ма? Танысып, үйленіп, жаман жерге баратқан жоқ әпке ойланыңыз. Мүмкін өскен әулеттен шыққанбыз ғой. Жаман болмайды қызыңызды, Алла ханымда жұмсам жұдырығымда ұстамаймын, ойбай. Алла ханымда ұстаймын. Жұмылып қалуы да мүмкін бе? Жұмылмайтын шығар. Сенің алдында ғана Көріппеңіздер, иә. Ойланып көріңіз, әпкеме сізге звондаймын. Қызыңызды уговорить етсеңіз, жақсы жерге барады, тарыз деген күшті ғой. Орамал тағып, ау? Басым болса емес, өй. Үйленіп қойғансың ба? Ой, кешіріңіздер. Екінші, давайте. Әзілдеп отыр. Достар, қазір мен сіздерге қыздармен түк танысамайтын жігітті көрсетем, кеттік. Қыз, саламатсыз ба? Сіздің балтырыңыз өте әдемі екен. Аяғыңыздың размері өте необычный, күшті екен. Мен сізді көрген кезде маған бірден мұрныңыз көзге түсті, өте мұрныңыз ерекше екен.
мұрнымнан айналайын деп айтамын, үйіндегілеріңіз күшті. Сіз қуаныңыз, сондай мұрын бар екен. Өте андай иығыңыз әдемі екен. Сосын мынандай жер не дейтін еді? Осы жеріңіз андай мейірімді екен. Танысуға бола ма? Сәлем, досым. Қалайсың? Мені таныдың ба? Жоқ. Таныған жоқсың ба? Мен базарда 12-ші бутикта жиннаски сататын жігіттің ғой, сен бір ретте кебем ғой. Серьезно танымадың ба? Аяғы тесік. Сенде 1000 теңгеден бізде носкилер. Сенде 5-6 теңге болды. Сосын мен саған өзімнің жырт носкиімді беріп, сен риза бол, от души, братан, мен саған келіп тұрды. Девушка, извините, здравствуйте. Можно один этот вопрос вам задать? Я, короче, певец. Вы не торопитесь? Я, короче, завтра на один конкурс хочу участвовать. И я хочу вам пробные рассказать песню. Вы можете сказать, типа, нормально твой голос или не нормально? Да? Можете, да? В принципе, не торопитесь, да? Да. Все. Можно я вот здесь стою, а вы, типа, как зрители? Вот здесь стоите, типа, все. Слушайте. Алтайдың ар жағынан келген ару, жан екен қандай жақсы қалқатайсың айху. Мөп-мөлдір жанарынай, айху шау-шау-шы сау-ху, айну нашин снакушну, айху шау-шы. Как вам? Пранк, да, какой-то? Нет? Нет, это круто. Круто, да? Нормально, да? По Сейчас идее, можно участвовать, да, в конкурсе? Все, спасибо за чек. Қыз, сізде Теле2-ға бір год оқыша ма? Теле2-ға. Қызыма звонын алайын іште едім ғой. Мен единица өтіп қалды да просто. Асып тұрған жоқсыз ба? Точно жоқ. Қазір телефон көрсетіп. Қызыммен ұрысып қалдым да просто. Соған сөйлесу керек болады. Негізі шақырғам ғой. Полметра, классно. Ой, спасибо, бабушка. Отлично. Алло. Жан? Мен ғой. Әлі ренжіп жатсың ба? Сен түсінсейші, сенікі де дұрыс емес қой. Мен саған айттым ғой, менің станогыммен қырынба деп. Ол мені сақал мұрт қыратын станогым, сенің тұрғасында қолтығыңды қырып станады. Болмайды ғой. Жоқ, енді сен қызсың ғой енді. Жоқ, мен түсінетінем сен кішкене. Сен ұзын шаш сияқты анаған. Ілініп қалды да, мен просто қолмен алайын десем, сен уже болмай жатыр да. Енді сол үшін ренжисің ба? Мен саған енді айқайлаған да жоқпын, не істеген де жоқпын. Сен просто түріне тупай мен станогыммен қолтығын қырып тастадым. Қалай басқа жігіт тауып алдым, сен қуасың ба? Уже тауып алдым ба? Все, хорошо, бақытты болғанда сол жігітіңмен. Сен жігітіңмен неге барасың? KFC жеуге ше? Вообще-то қыдырып KFC жейсіңдер ғой бірге. Сол кезде тура жігітіңмен шығарып салады, сен естіп алмай, сол кезде андай дәрет қысып андай KFC-дан өзің білесің, ашытады ғой, сондай болып қалсын. Жігітің көзінше шығып қой, соны тұр, соны жылап. Кетсең кет, өзің байыңа жет. Өзіңе қарап ал сен. Еще андай, аш қарынға ұйқыдан тұрасың ғой, қол ашта, жігітімен кездесіп жатқан кезде, сүйсейін деп жатқан кезде кекіріп қой. Соны жігітін сен тастап келеді. Все, давай, болды маған, мен де звондамайым саған, давай, все, бәрі бітті, давай. Мен сіз күліп отырсыз ба? Неяқта мен қызыммен айырылысып отырмын, сіз неяқта күліп отырсыз. Бір үйде үшін ұрысқаныңыздар ма не? Жоқ, өзің ойлашы, мен бір үйде тұрамын да қызыммен ше. И тұрады да, менің сақал мұртымды қыратын мен, қолтығымды қырады. Еще қолтығымнан ғой, талы ше. Ужас. Любите болғанда енді станок этажом светлый деген жоқ қой ондай сөз, е?
мысалға сізге махаббат маңызды ма или бритва маңызды ма? Ертең бритвамен бала шаға болып бақытты болып кетеміз ба? Енді бритвада маңызды ғой, қазір 70 теңге болып кеткен магазинде. Мен күнде 70 теңге ала бермеймін оны. Ужас, ешкім басына бермесін. Правильно, сұрады, несет. Жақта камера тұр, қолыңызды өйтіп қойыңыз. Ешқандай қызым емес. Не, серьезно вот камера стоит? Вот ана бала тұрып тұр, қара футболкадағы. Соң қасында көк футболкада жігіт түсіріп отыр. Достар, сонымен қатар менің Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта пранктан бөлек, басқа да өзгеше қызықты видеолар салып отырамын. Девушка? Да. Девушка, вы только что прыгнули, да? Да. Просто, да, вот девушка же вот так прыгнула. Да, знаю. Я просто Знаю. после, именно здесь мой дом. Не понял. После асфальта мой дом здесь. Просто мы в подвале живем. Там просто дяденька спит. Можно, да? Не прыгать. Хорошо. Все, Мы не спасибо. знали просто? Да. Да, босс. Да, я вот стою. Да. Вы на крыше? Да. Он в черном маске сидит. Да, стреляйте. На счет 3. Да, он сотку играет. В черном маске. На счет 3 стреляйте. Да, я вижу вас. Раз. 2, 3. Бабушка? Здравствуйте. Ой, извините, я вас бабушкам назвала. Ну, Привет, сестренка. здравствуйте, дедушка. Что хотели? Я вас бабушкам назвал? Да. Нет, я вам это сестренка не важно, сказал. сестренка. Сестренка, Да, как что? ваши дела? Хорошо. как Все у нормально, вас? да? Я просто хотел вам желать благополучия, Да? море любви. С Новым годом! Спасибо. С Новым? Ау. Ну, спасибо. А какой? Ну, по еврейскому календарю? Так это в сентябре Новый Да. год будет по еврейскому. Да. Удачного дня вам. Такие Вы очень интересные моложе. ребята здесь. Не, вы очень моложе Да я выглядите. в горы хожу. Я с вас прошлым не снилась. бабушкам назвал. Да? Да, вы очень... Да ладно. Потолок какая 50. разница? А мне Потолок есть 50. 55. Ой, ё-моё, позорил вас, Так да? что, да ничего страшного. Нормально, да? Конечно. Все. Всё, Если спасибо. что, по секрету вам скажу, давайте. Тоналка есть один. Очень моложе выглядите, будете. Я не помню, своя тоналка. А табиғи, типа, рождественный мой. Все, понял вас. Ничего твои тоналки стоят. Ну, дорого. Арифлеймде жұмыс істеймін да мен. Арифлейм? Да. Вот мне надо Арифлейм тушь темно-синюю. Есть? Ага, есть. Вот. Сколько она у вас сейчас стоит? Но закончился. Ну а когда будет? Давай визитку, я тебе позвоню. Визитка нету. О, а как я тебя найду? Я уволился. Арифлейм говорит. Я бы Но взяла скоро у тебя. еще вернусь. Да? Да. Вот я тушью пользуюсь, я бы взяла у тебя тушь всё. темно-синюю, а тоналка не нужна. Ладно. Спасибо. Молодец. Удачного дня вам. Вам тоже. Я молодец. Да. Вы тоже. Құрметті достар, видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Арнаға жазылып колокольчикті басып, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны келесі аптаға дейін күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Есенхан Алмас және де Айолым. Айолым күле беретін. Айолым, не күле бересің айолым? Чудансың бе сен? Нормально бәрі. Температураны көтеріп тұрған жоқ па?